Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үгілмелі қамырдан жасалған етті бәліштің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап көріңіздер. Біздің етті бәлішімізге ұн, 100 грамм су, 100 грамм сүт, шым тұз, мен бірден тұздығын жасап қойдым. Ерітілген сары май, зәйтүн майы, қопсытқыш қажет болады. Ұнымызға қопсытқышымызды салып, араластырамыз. Үстіне сары майымызды қосамыз. Зәйтүн майымызбен тұздығымызды құйып, қамыр илейміз. Елеп болған қамырымызды көтерілуге қоямыз. Фаршымызға ұсақ қылып турап, пиязымызды қосамыз. Татымына қарай тұз бұрыш саламыз. Көтерілген қамырымызды екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін жұқа етіп турап, формамызға орналастырамыз. Фаршымызды саламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін жұқа етіп жайып, бәлішіміздің бетіне осылай қойып шығамыз.
Бетіне жұмыртқамызды жағып кунжут себеміз. Біздің бәлішіміз жарты сағатта 180 градуста дайын болады. Қамырымыздан қалған бөліктерін осылай турап бетіне қант сеуіп пісіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді печеньелер шығады. Біздің үгілмелі қамырдан жасалған дәмді тіске басарымыз пісті. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.